жатайық. Рахмет. Bir нәрсе жейсің бе? Жоқ, рахмет. Бәрі дұрыс менде. Тыныштық па досым? Тыныштық. Не болды? Мазам болмай тұр. Ауылдағылар аман есен бе әйтеуір? Бәрі жақсы. Енді? Досым, осы не істесем де жолым болмай кетті. Қарбалас, кедергілер ісімді алға баспай кетті. Жығылғанға жұдырық боп, әке-шешем ауылға қайт, анау мынау деп. Енді қайт десе қайтпайсың ба? Оның үстіне шамалы сергі қайтасың. Қой, оған уақыт жоқ, өзің де білесің. Бітіретін біраз шаруалар бар. Ауылға қайтсам, үйдегілер тағы мейімді жер. Олай деме бауырым. Ата-ана деген бұл өмірдегі ең қымбат жандар ғой. Сенің неге өмірің қарбалас, қиындыққа толы болып жүргенін айтайын ба? Ал не екен? Айтшы. Соңғы рет қашан хабарластың оларға? Осыдан 2 ай бұрын. Жаңа өздері қоңырау шалды. Көрдің ба? Көрдің ба? Ата-анаңның бірде-бір хал жағдайын сұрамай, қалай жер басып жүргеніңе таңым бар. Мәселем бар, о да емес қой. Досым, мен әкемнен жастайымнан айырылғанын білесің. Ал қазір анамның батасын алмай үйден шықпаймын. Ата-ана деген бұл қастерлі жандар ғой. Менің де, сенің де, тіпті барлық адамдардың аман есен жүруі сол кісілердің көз ілмей, перзентім деп сұраған бата тілегінің себебінен. Анау айтады ғой, ата-анасы бар адамдардың дейді, басында алтын тәжі болады дейді да. Оны әкесі не шешесі жоқтар ғана көре алады. Тіпті Алла Тағала Құранда ата-анаға уф деп кейіс білдірме деген. Көңіліне қаяу салып былай тұрсын, уф деп ренжітуге болмайды екен, да? Өзің ойлап қарашы, бұл өмірде ата-ананы аңсап жүргендер қаншама? Бақыттысың ғой бауырым. Қазіргі өміріңде болып жатқан қиыншылықтар, күйбең тіршілік бәрі қалады. Тіпті орнына келеді. Бірақ олар бір күні кетсе, қайта келмейді ғой. Ал сен болсаң, кішкене қиыншылыққа қайғырып, олардың көңіліне қаяусап жүрсің. Қане, досым, қазір оларға телефон шалды, ауылға баратынымды айт. Сен келгенше мына жақтағы жұмысыңды мен атқара тұрам. Қалай? Келістік па? Қоңырау шалмаймын. Тосын жасап, тіке ауылға тартсам ба деймін. Міне. Өзіңе келдің досым. Мен білетін ғабит осындай еді, жарайсың. Рахмет саған бауырым. Мен тұрайын. Рахмет саған. Жақсы. Жете түсіндім бауырым. Жолың болсын. Рахмет. Үйдегілерге менен сәлем айт. Алло, анашым, міне қазір барам. Жолда кішкене кідіріп қалған ем. Қазір.